той думанмен айқаяқа таңдатырған сайрасын ақ домбыран қолда тұрған қара жалым алыстан көз тартады шолпан жұлдыз сияқты таңда туған алыптардың ұрпағы армысыңдар қасиеті қалғымай қанда тұрған еңбекқор жұрт тұрады бұл шаһарда айбаты арыстандай айға атылған 55 жылдық тойың құтты болсын өлеңімді қабыл ал ойға тұнған төлегеннің көзімен қарар болса қара жал қазына қой қанба тұнған ажар көркі асады астанадан базар нарқы кем емес алматыңнан шапшағын қала болып саналған мен шаруам көп басқадан алда тұрған жеріңнің асты толған руда темір қазағымның байлығы қорда тұрған кеншілердің қаласы аманбысың облыс бола жаздап зорға тұрған айқаяқа ақындар сөз сахасын иіріп келді ағайын айналаға жиылып келді бір кезде осы елде облыстық айтыс жасау бұлжымас бұйрық болды жылда әкеп айтысты өткізші деп төлегендей шайырға билік берді ақындарды күтіп ап құдалардай құрметтеп өкпе бауыр құйрық берді айтысын тамашалап ықыласпен соңынан баспасына сыйлық берді тұсауын кесіп талай таланттың қиындыққа үйреттіңдер иілікпеуді содан шыққан айтпай тілеш мақсаттарың қай бәйгеге салсаң да құйғып келді аш кезде жеген құйқа еске түсіп бүгін солар айрықша иіліп келді осы елдің тұғырынан түлегендер алталашты аузына үйіріп келді қара жалда танылған қайғылымдар құйрық жалы сүзілген жүйрік болды айқаяқа көңілі сарыарқадай далаға тең кейісі 6 жасар балаға тең армысың аңқылдаған айтпай ақын жүрегіне шүкірмен қанаға тем біреуге болмасын деп ойламайды сонысымен басы да бағалы екен адалдығын кірлетпей келе жатқан бұл кісі бір аңқылдақ адам екен дедектеп жұмыс жасап бұл кісіңіз күректеп табысты да табады екен аптаның 6 күні тыным таппай 6 жерге жұмысқа барады екен ай соңында жеңгемнің қалтасына 6 айлықты бір аға кеп салады екен түске дейін универде түстен кейін мәдениеттің есігін қағады екен ертесіне ақындар шығарам деп Бұқар Жырау ауданына шабады екен аяқтап облыста бар шараны есікті ең соңғы болып жабады екен соншама күш қуатты қайдан табады үйдегі қара шаштан алам екен бір жұмыспен болдырып біздер жүрміз жауды қырып жүргендей ала бөтен қызметті күндіз жасап кешке қарай тойларда кеп сайрайтын тамады екен тойдағылар айтқанын тыңдамаса жеке-жеке тәрбиелеп алады екен күні кеше ауылында мектеп ашты жастарымда болсын деп санап екем
Birisi birisinden ozып жатыр, демей-ақ елдің алдын қорап өтем. Жұрттың бәрі аңқау деп ойлайтұғын, бұл менің ашық ауыз ағам екен. Алайда тірліктерін қарап тұрсаң, өзің аузың ашылып қалады екен, Айтысты бісмілләсіз бастамаған оу, жан едім өтірікті қоштамаған, тектелім қасиетіңнен айналайын, тұнығын туған жердің ластамаған. Тоқырау жылдарында жылу болмай, көп болды қалаңыздан қашқан адам. Көбісі қиындыққа шыдамастан, безіп кетті ғой рас қаладан. Қажырлылар қалып ет қара жалда, қалаңыз керегі жоқ деп басқа маған. Ассаламағалейкум қайсар халық, рухы сендерсіңдер асқақ адам. Анасың жақсы көрген баласыңдай, қаласың қара жалдай, угай тастамаған. Қара жал қанжығамыз майланған жер оу, төсіне сарыарқан жайланған жер. 55 мерейтойын көрдіңдер ме? Аламан айтыспенен тойланған жер. Көзіме оттай ыстық басылады, бір кезде оза шауып бәйге алған жер. Аламан айтыстарың құтты болсын, қайдадан жыр ордаға угай айналған жер. Алланың шүкір етіп байлығына ой, арқаның шауып жүрмін ойғырына. Байдың насын қызғанған байғыз құсап, келесап шүйліктің ғой айлығыма. Адал термен тауып жүрген аз ақшамыз, сен жақтың бұйырмай тұр қайғуына. Ұйықтап отырып табатын 1 миллион жетпейді депутаттың угай айлығына. Біздерде құтты қонақ түрлейді тек оу, қорықпа айтпай сені тергейді деп. Ассаламағалейкум нұрматыным, айталам тасың өрге өрлейді деп. Жіптіктей болушы еді журналистер, бұл сөзім нұрматқа бірақ жүрмейді тек. Сияқты телеарнаның тілшілері, көңілің бұл өзіңне бөлмейді деп. Осынша семіруге болам екен, тамақты аз ішкенде өлмейді тек. Құдай-ау қатты семіріп кетіпсің ғой, радиода мені ешкім угай көрмейді деп. Кетпейді отты танып айқаяқау, жай ұшқыннан
аттың жүгін артқанда тай ышқынған. Айлығымды көре алмадың демеш аға, жан емеспін дүние жарыстырған. Осы елге мен де сіздей перзентпін, табыс емес әуелі намыс қылған. Амандық саулықтан соң бұл ағамыз сөздің соңын семіздікке ойыстырған. Мендей кезде кезіндегі аталардың салмағы аттың белін майыстырған. Бүгінгілер жіптіктей боламыз деп өз-өзін қақтап әбден қайыс қылған. Қашаннан үлкендерге еретінбіз, сол ізбен жаныңызға кеп отырмыз. Табақтай бет сыймайды телеарнаға, радиода семірмесек неге отырмыз. Эфирдің арасында кефир ішіп, бұйырғанын тартынбай жеп отырмыз. Алты жерде жұмыс істеп көрмесек те, шүкірмен қанағатқа тоқ отырмыз. Жұқпайтын нәрсе өзі жұқпайды екен, оған сізден куәгер боп отырмыз. Бетімізді жылтыратқан сол бір жердің берекесін берсе екен деп отырмыз. Айқай ағайын қашаннан ақ сөз емгенсің, еңсенбей халықсың ежелден шын. Бір кезде теміріңді катюша қып, майданда фашистерге кезенгенсің. Нарықтың қыспағынан аман өттің, бұйырса асуларға тез өрлерсің. Әдепке қалыбыңа қайта оралшы, әлсіреткен сырқатың кеземделсін. Таза суың тартылып жатыр екен, тас бұлағың аққылап өзен болсын. Төрт тараптан құйылып халық келіп, көшеңді жақсы хабар кезер болсын. Темір ғана емес бұл қара жалда өмір қайнап жататын кезең болсын. Айқай айтаға жанымызға жайланыпсыз, аянбай айтысуға сайланыпсыз. Ағадан бір шарапат күтіп жүрем, болмайды күн сәулесіз, ай жарықсыз. Әрі қарай әзілдеп көрейінші, демеймін ерке туып жай қалыпсыз. Басыңыздан ақшашты көп байқадым, білмеймін қандай ойым ой қалыпсыз. Жеңешемнің есімі Қарашаш еді, атыңыз жастай шауып бәйге алыпсыз. Жиреншедей жарқылдап жүрейін деп, Қарашаштай сұлуға байланыпсыз. Сол жарыңыз қаттылық етіп жүрме, дейтіндей ұйқы беріп қайғалыпсыз. Сіз пышақ, ал Қарашаш қайрақ болса, жүзіңіз жұқарғанша қайралыпсыз. Түріңізде қыржым-тыржым боп өтті, 20 жыл сағыздай шайналыпсыз. Алғаныңыз қауіпті боп кетті ме, өзіңіз болғаннан соң бай қалыпсыз. Қарашашты алғанмен 40 жаста, ақшашы көп жігітке айналыпсыз. Айқай жеңгеміз көп сөйлемес жекіптегі, бар айыбы іргеңді бекіткені. Әйелден жеңілмейтін еркексіз ғой, нәлдей болып жаншылып етіктегі. Әлде оның басқаша сыры бар ма, әр себебін көрейік шектегі. Біздер жақтан ұшырған зымырандар, сіздер жаққа келеді жетіктегі. Құлайды жезғазғанның маңайына, бұзылып бұрандары тетіктері. Сіз ол жаққа той-тойлап көп барасыз, асабалық қызметі етіктегі.
тонналап бу төгіліп жатқан жердің тұсынан көлігіңіз өтіп пе еді? Қаңғалақтап жүргенде басыңызға бір тамшы кептел тамып кетіп пе еді? Нұрматжан, осы жер ғой орынғаның ой, сөз қылдың зымыранның бұрылғанын, төбемнен кепті ұллап жатқан кезде шұрқырап шырылдайды шыбын жаным. Жайлы байдың қалымы жырламап бет, бұл жақтың жетім қалған құлындарын. Тек еппелменен құттыңдар тектелімді, қайшыңға айналдырма мұның бәрін. Ағарғаның шашымның сөз қылғанша, айтсайшы ақ бөкеннің өгай қырылғаның ай. Айналдым туған елден құшақ ашқан оу, көсіліп шапсын бүгін құлақ асқан. Ұмытып ата дәстүр, ұмытып ата баба салт дәстүрін, ұрпақтар өсіп келеді жүр адасқан. Соларды бұрамын деп негізіне мақала жазды патша ғұлам асқан. Ұлттық кодты сақтауын текті сақтау, тектілік бұзылмасын тұма бастан. Кем емес елбасының мақаласы, күлтегін жазып кеткен сына тастан. Туған жерге ту төгіп айтыс қылсақ, осы ғой мақалаға құлақ асқан. Рухани азық алып жатқан елге рухани жаңғыру жоқ, өгай бұдан асқан ай. Жетпес мақсатына тұрмаймын деді оу, айталам білімдерге бойлаймын деп. Алты жерден жұмыс деп жүрсем егер, айталмай мен ақшаға тоймаймын деп. Алыстан жыр мектебін ашып келдім, бабалар салған жолды жоймаймын деп. Алаштың үмітін мен ақтап жүрмін, Алихандар үмітін ақтаймын деп, қорғаймын деп. Алихан атамыздай болып жүрмін, қазаққа қызмет қылмай өгай қоймаймын деп ай. Нұрматжан, қарап тұрсам шын қызықсың оу, шалқарда жұмыс істейтін бір бозықсың. Алдырып төлегенді Астанаға, интервьюдің көрігін қыздырыпсың. Төлегенге көнбейтін төлегеннің, әйтеуір көңілің өзіне бір қозыпсың. Мейірбекпен айтысам деп жүргенде, үйтіп-бүйтіп айтыстан сыздырыпсың. Мейірбекті аптастап осы айтыстан, өзіңді үйтіп-бүйтіп кіргізіпсің. Жамановты ешкімге көнбейтұғын, жақсылап әміріне өгай жүргізіпсің ай. Ағамды тыңдап біраз бақылап ем, жүйесіне түссем деп сатылап ем. Мейірбекті сыздырып сен келдің деп, кіргендеймін жаманның сапына мен.
Төкең өзі арнайы шақырып ет, ешкімнің мінгескем жоқ атына мен. Мейірбек ауырып қап келмей қалды. Жаққандай бойдың қызу отын әрең. Егерде мен келмесем айтпай аға, қарсылас таппай өзің қапылар ең. Сұранып айтыстардың арасында бір өзің әнге салып отырар ең. Айғай ай ай. Жетеді жомарттардың сыйымынға, бізге бүгін рұқсат жоқ бұйығуға. Осы елде дүйсендейтін бір ағам бар, жүретін жақсылардың жиынында. Олимпиада резервтерін дайындайды, шынықтырып хан ұлын бейұлында. Тәшкейіп тәрбиелеген спортшылар жүреді әлемнің әр қиырында. Сол дүйсекең шешеттейді қара жалда, шаруаның оңайында қиынында. Сырттан келген ақындарды сыйласын деп жергілікті ақындарға бұйыруда. Дүйсекеңді мен айтсам, Айтекеңнің бір мысқыл бар секілді миығында. Дүйсеннің атын естіп күлетіндей, резервный баспарметі иығында. Айғай ай. Жайылса қара жалда кере келер, ақындар өлеңдерін көре берер. Ағайын жақсылықты жырлау үшін жыл сайын шайырларын келе берер. Қайтадан еңсе тіктеп жатқан елсің, босағанын бекіткен шегеле бел. Тілектестей ағамыз тізгін ақты, қауымына лайық боп төре келер. Аз уақытта көп істі бүтіндепті, жан болсын жақсылығы ере келер. Жаңарқаға бастапты жолды салып, осындай еңбегімен еленедер. Басшысына қосшысы лайық болса, Аллада мейірімін төге берер. Қара жалда жыл сайын халық өсіп, көбейсін немерелер, шөберелер. Салған жолың жетелеп болашаққа, өсе бер, өркендей бер, көгере бер. Досайып басқаратын кенді қала, көл көсір несібеге кенеле бер. Айғай ай. Жаққан соң ағайынға жақын келіп кетейін өз әлімше ақыл беріп, тәшкейіп тәрбиелейтін жас балалар ертең өсіп шығады батыр болып. Қара жалға келіп мен қуандым ғой, жатқандай бәйгеден бір атым келіп. Қара жалдың ел жұрты қуануда, төріне дүл-дүл-дүл ақын келіп. Ал ақындар қуанып жүр қара жалға, өнерді бағалайтын өгей әкім келіп. Ай. Мен сені қасиетті түрдеп келгем ағайын ықыласыңа шөлдеп келгем. Аямай шапалақты соғып жатсың, мен сенің пейіліңді көлдеп келгем. Алдырған ақындарды айтыс жасап,
қандырған жырмен елді шөлдеп келген мәдениетті екен ғой әкімдерін мәдениет үйлеріңді угаяй жөндеп берген Ісқасып елбасының жолдаған осы ғой қара жалдың қолдағаны досайып ақындармен дос екен ғой халықта беріп жатыр оңбағаны төріне ақындарды шақырып жатса айтыспен ұлт намысын қорғағаны ақындар әкімдерін іздеп жүрсе сол болады бұл халықтың сорлағаны ақын әкімдері ақының құрметтесе осы ғой басқа бақыт өгай орнағаны жырлайтын әлі талай ұлыңыз бар сарқылмас мына біздің жырымыз бар қазақ халқы жер бетінде тұрғанынша қара жал сіздер мәңгі тұрыңыздар рухани жаңғыру болып жатқан кезде өнерге осылай көңіл бұрыңыздар қашанда ұлттың қамын ойлайтұғын тілектестей байқасам ұлыңыз бар тілектеске шынымен тілектес болсан аямай шапалақты өгай ұрыңыздар Бойында ағалық бар, кішілік бар. Бар ашуын тұратығын асырып бар. Айтекеңмен қоштасып қол алайын. Мінезі көп ақ еді кісі ғып тұр. Әкімге де ел ықыласын бұрып жатыр, оны да мына елдің іші ғып тұр. Әлихандай қызмет етем деп жүрсіз ғой, халыққа ақ шын пейілді ұсынып бар. Бүгінгі жас ақындар айтысқанда қан тамыры тұрады ісініп бар. Оларда бас көздемей қарсыласты, тек жеңіп кетсем дейтін түсінік бар. Ал енді Айтекеңнің жөні бөлек, ақ пейілін жүреді ұсынып бар. Бетің тырнап жағаға қол салмайды, қадіріңді топ алдында түсіріп дәл. Егерде артық ауыз сөз айтса егер, қарсыластан бұрын кетеді қысылып дәл. Бұл дүкен Әужекеңнің өнегесі, шәкірттері алғандай түсініп дәл. Айтпайдай ақындардың айтқан емес, айтпайтын сөзінде де кісілік бар. Арқа мектебінен бір айтыс болды деп ойлаймыз. Қазылар алқасы дайын болсаңыздар айтысты Қарағандылық Бұхар жауданының ақыны Айтбай Жұмағұловқа қалай қарайсыздар? Айтбай Жұмағұлов, Бәрбай Боғыз, Айтбаймен айтысқан сырдың ақыны Нұрмат Мансұровқа қалай қарайсыздар? 3-9-2-10. Құрметті достар, видеоны көргендеріңе рахмет. Каналға подписаться етуменен лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңдар.